Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Менің дайындауымдағы шелпектің рецептін ұсынамын. Бір жұмыртқамызға дәміне қарай 2 ас қасық қант және жарты шай қасық тұз қосамыз да жақсылап араластырамыз. Жұмыртқамызға 125 грамм сүт, 125 грамм ыстық қайнаған суымызды құямыз. Және де 2 ас қасық сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Енді сұйықтығымызға 500-550 граммдай ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей, қамырымыз біріккенше жақсылап илейміз. Иықану үшін салафанға орап 10-15 минутқа қалдырамыз. Енді қамырымызды ыңғайлап 7 бөлікке бөлеміз. Әдетте шелпекті тақ саннан тұратындай 7, 9, 11 дана пісіреді. Шелпектерімізді жаюға ыңғайлы болу үшін мен осылай дөңгелектеп аламын. Нанымыз кеуіп қалмас үшін бетін жауып қойыңыздар. Енді әрбір нанды ұн себе отырып жайып шығамыз. Жұқа етіп жайғандарыңыз дұрыс, сонда шелпектеріңіз жақсы піседі. Бұл рецепт бойынша шелпек өте нәзік әрі үгітілмелі болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Мінекей 7 нанымыз дайын. Барлығын жайып, дайындап қойдық. Енді қызып тұрған майымызға әрбір нанымызды қолымызбен жая отырып, салып пісіріп аламыз. Яғни шелпегіміз қызарғанша бір бетін, кейін аударып, екінші бетін пісіреміз. Мінекей әрбір 7 нанымызды бірінен соң бірі қызып тұрған майда қызарғанша қуырып аламыз. Мінекей ашытқысыз дәмді шелпектеріміз дайын болды. Рамазан айында тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын.